Мына Иса пайғамбарды білеміз бәріміз, Иса пайғамбардың заманында бір жігіт келіп Иса пайғамбарға: "Мені өзіңізге шәкірт қылып алыңызшы" деп келді дейді. Біздің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам, Мұхаммед пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам қасында жүрген кісілер кім деп айтатын еді? Мені де сахаба қылып алыңызшы деп тұр ғой, енді былай біздің қазір тілмен айтқанда Иса пайғамбарға. Иса пайғамбар жарайды депті, бірақ менің қасымда жүру үлкен қауіп, үлкен қиыншылықтар келеді басымызға. Соған сабыр қыла аласың ба? Ойбай, Иса пайғамбар ең сабырлы мен ғой, ең сабырлы жігіт. Бәріне шыдап берем ғой мен. Сізге шәкірт болсам болды. Жарайды ендеше деп. Бір күні Иса пайғамбар ұзақ сапарға шыққан екен. Сол жігітті қасына алып, бір елге келген кезде қолына ақша беріп, мына елді мекенге кіріп тамақ алып кеш, екеумізге жететін мына ақшаға. Мен оған дейін намаз оқып сені күте тұрайын. Сонымен әлгі жігіт сол елді мекенге кірсе, бұның Иса пайғамбар берген ақшасына 3 нан келеді екен. Естіген бе едіңіздер бұл оқиғаны? Сіздер енді Түркістан маңайын тұратын болғаннан кейін уағыз айтуға қорқып жатырмыз ғой. Бізден шариғатты көп біледі бұл жерде. Қасиетті жерде отырмыз, Құдайдың киелі жерде. Сонда енді еске түсіру үшін айта берейін. Сонда әлгі жігіт Иса пайғамбардың берген ақшасына 3 нан сатып алыпты. Енді біздің тілмен айтқанда бір 3 лепешка деп айтайық енді, мысалы 3 тандыр нан деп айтайық. 3 нан алыпты да, бірақ шыдай алмай, әбден қарны ашқан жігіт пайғамбар емес қой, сонша сабырлы болатын. Шыдай алмай біреуін жеп қойыпты. Сөйтіп екеуін алып Иса пайғамбардың алдына келсе, ол намаз оқып тұр екен. Екеуін ортаға қойыпты, 2 нанды. Намазды оқып болған Иса пайғамбар: "Ой жігітім, қанша нан алдың?" десе, ана әбден қарны ашқаннан жеп қойғаннан ұялып: "2 нан алдым" деп. "Біреуін сіз жейсіз, біреуін мен жеймін, 2 нан алдым ғой" деп. Жарайды, екеуі бір наннан жеп алыпты. Сосын ұзақ арғай тағы сапарға шығып кетеді. Бір жерге келгенде қарны ашады. Сұрап алайын десең де, сатып алайын десең де, ел жоқ, адам жоқ. Қатты қарны ашқан: "Я Расулалла, мен шаршап кеттім, қарным ашып кетті" дей бергеннен кейін: "Раббым, бізге көктен өзіңнің құдіретіңмен бізді азықтандыршы, тамақ нәсіп етші" деп дегендей Иса пайғамбар дұға алғанда аспаннан тамақ түскен екен. Анау жігіт аспаннан түскен тамақты көріп таң қалып тұрған кезде Иса пайғамбар: "Жігітім, сен өткенде қанша нан алдың?" деп сұрап. "Екеу ғой, екеуміз, біреуін сіз жедіңіз, біреуін мен жедім ғой" дейді. Сонымен аспаннан түскен тамақты жеп алып, біраз жол жүреді, алдарынан бір өзен шығыпты, аса өзен. Көпір жоқ, қайық жоқ, жүзіп өте алмайды, аса өзен. Айналып өтуге тағы болмайды. Сол кезде: "Раббым, мына өзеннен бізді жеңілдікпен өткізе көр" дегендей дұғасын айтқан екен. Өзен тынышталып қапты да, Иса пайғамбар әлгі жігітті қолынан жетектеп, судың бетінен жүріп өтіпті екеуі. Жүріп. Ондай кереметтерді, ондай мұғжизаларды біздің пайғамбар да жасаған болатын. Білесіздер ғой тарихтан неше түрін. Ана бір қошқар түспеген тоқтының желін бисмилля деп айтқанда желін ісіп сүт ішкенде кім бар еді пайғамбардың қасында? Кім бар еді? Қошқар түспеген тоқтыны желін ұстап бисмиллахир-рахманир-рахим деген кезде желіні ісіп, соны сауып ішкен кезде кім бар еді? Абу Бәкір бар тұғын. Сол қойды кім бағып жүрген еді? Бір жап-жас бала бағып жүрген. Абдулла ибн Мас'уд деген 10 жасар бала бағып жүрген тұғын. Соған келіп пайғамбар сұрады: "Кімнің қойы?" деді. "Пәленше деген кісілердің қойы" деді. Сен онда бір қойын ұстап берші, біз қарнымызда шөліміз қанбаған, бір қойын сауып ішейік" дегенде: "Бұл менің қойларым емес. Ана қойлардың иесінің рұқсатынсыз мен ешкімге еш нәрсе бере алмаймын" деп айтты. "Ендеше қошқар түспеген бір тоқтыны ұстап берші" деп пайғамбар саллаллаху сол кезде жаңа оқиға болған болады. Кейін осы оқиғаны көрген 10 жасар Абдулла ибн Мас'уд қойын тастап пайғамбардың артынан іздеп кеткен тұғын, Алланың қалауымен. Сонда айтайын дегенім, Иса пайғамбар әлгі жігітпен судың бетінен жүріп өтіп бара жатқан кезде жігіттен сұраған екен: "Өткенде қаншадан алдың негізі өзі?" деп. Ана жігіт те өзіміз сияқты екен. "Екеу ғой, екеу, сол біреуін сіз жедіңіз, біреуін мен жедім ғой" дейді. Бұл қаншасыншы рет сұрау болып тұр? 3-ші рет сұрау. Өзенін өтіп ары кетіп бара жатқанда Иса пайғамбар
екеуі 3 шелек алтын тауыпты. 3 шелек алтын. Иса пайғамбар былай деп айтыпты: жігітім, мына алтынды теңдей бөлеміз депті. Теңдей. Дұрыс айтасыз депті ғана жігіт. Сөйтіп біреуін өзінің алдына апты, біреуін әлгі жігіттің алдына қойыпты. 1 шелекті. 1 шелек артық тұр ғой. Сонда Иса пайғамбар былай деп айтты: ой жігітім, өткенде нанды кім көп жесе, мына шелекті сол алады деді. Мына 1 шелек алтын деген сол алады деді. Қалай ойлайсыздар, айтам айтпай ма енді? Өзіміз сияқты ғой ол жігітте. Ой, өткенде негізі қарным ашып кетіп, шыдай алмай жеп қойып ем, негізі 3-еу алып едім деп айтқан ғой енді, байқұс қайтеді енді. Сол кезде соның орнында біз болсақ, Иса пайғамбардың орнында біз болсақ, ана өтірік айтып тұрған балаға ашуланамыз ба, ашуланбаймыз ба? 3 рет өтірік айтып келді ғой. Ашуланамыз ба, ашуланбаймыз ба? Ашуланамыз. Өйткені біз өмір өтірік айтып көрмегенбіз ғой біз. Біз ешкімді алдап көрмегенбіз ғой, сондықтан біз ондай өтірік көтере алмаймыз ғой біз. Рас па өтірік осы нәрсе? Біреу бізді алдап көрсінші оңбағандар. Біздің неміз көтере алмайды оны. Өйткені өмір алдап көрмегенбіз ғой біз ешкімді. Түсіндіңіздер ме әңгімені? Бірақ Иса пайғамбар ашуланбапты, ал біз ашуланатын едік. Иса пайғамбар ашуланбай, сөзінде тұрып, әлгі 3 шелекті сол жігітке беріпті. Сосын былай деп айтыпты: жігітім, саған Алла разы болсын. Осы сәттен бастап, ары қарай біз бірге жүре алмайды екенбіз. Сен ренжіп қалмағын, мен сені тастап кетіп бара жатқаныма ренжіп қалмағын. Сен ренжімеу үшін өзімнің де 1 шелек алтын саған берейін деп тұрмын депті ғой. Біздің тілмен айтқанда бәрі нормальный деп тұрған жігіт сосын. Ана 3 шелек алтындағаннан кейін ше. 3 шелекті соған берді да, Иса пайғамбар бисмилlah хош деп өзінің шаруасымен кетеді. Ана жігіт 3 шелекті құшақтап былай қарай кетеді. Бірақ сол 3 шелек алтынды құшақтап келе жатқан жігіттің алдынан 3 қарақшы шығады. Не қылады олар бұны? Не істейді бұны? Құбылаға қаратып құрбан айт келмесе де бисмилlah Аллаху акбар деп жіберген ғой байғұсты. Сөйтіп үшеуі молодец, бір шелектен бөліп алған ғой теңдей. Таласпай үшеуі бір шелектен бөліп алыпты да, бірақ үлкені бүйтіп айтты: ей, былай істейік, мынанша алтынмен біз қалаға кіре алмаймыз, көзге түсіп қаламыз. Сондықтан бұны бір жерге жасырамыз ба, жоқ түнде кіреміз ба? Оны қазір әлі кешке дейін уақыт көп, қарнымыз ашып баратыр, сен жассың ғой сен. Бар да қалаға барып бір тамақ кел мына екеумізге. Біз сені осы жерде күте тұрайық. Сосын түнделетіп бір амалын жасаймыз, халыққа көрсетпей бару үшін. Ана жас жігіт базарға барып, тамақ алып жатқан кезде шайтан ой салыпты: тамаққа у қосып апарсаң, 3 шелек алтын сенікі болады деп. Сөйтіп у қосқан тамақ тап келсе, ана екеуі де жоспар құрып отыр екен. 3 шелек алтын екеуміз қалай бөліп аламыз деп. Иса пайғамбар бір айланып келсе, 4 өлік жатыр, 3 шелек алтын тұр ғой, мені тағым алып кетеді деп. Түсініңіздер ме не болған? Анау келді, мына екеуі ұрып өлтірді да, тамақ жеп, екеуі де уланып, үшеуі де өліп қалды. Бұдан шығатын қорытынды мен бір үшеуін ғана айтайын, ар жағын өздеріңіз реттеп аларсыздар. Осы оқиғадан қандай қорытынды шығаруға болады? Ең бірінші жігіт бірақ рет өтірік айтамын деп, бірақ рет өтірік, олда да айтылатын бір өтірік емес еді ол. Бірақ рет өтірік айтамын деп неден айырылды? Әлгі жігіт: атаңа рахмет. Көп жерде осыны дұрыс жауап бере алмайды. Бір рет өтірік айтамын деп, пайғамбардың қасында өмір бақи тарихта қалатын, пайғамбар саллаллаху мақтаған жұлдыздардың қатарынан болатын Құдай оған нығмет беріп еді. Сол нығметтен не қылды? Айырылды ғой байқұс жігіт. Айырылды ғой. Пайғамбар саллаллаху сахабалардың аты кім? Абу Бәкір, Омар, Осман, Али, көп қой мысалға. Дәл сондай сахаба болып қалып кететін еді ғой жәнібегі жігітше тарихта. Бірақ рет өтірік айтамын деп, пайғамбардың жолдасы болудан айырылды ғой. Екінші қандай қорытынды шығаруға болады осы әңгімеден? Екінші,
Алла тағала өте рахымды мейірімді екен. Алла тағала өте рахымды мейірімді екен. Бір рет өтірік айттым деп лақтырып тастаған жоқ. Күтті ғой оны, аспаннан тамақ түсіріп, енді қоятын шығар, енді мойындайтын шығар деп сұрап еді, айтпады. Сөйтті да Құдай Тағала рахыммен судың бетінен жүргізді. Енді қоятын шығар, енді айтатын шығар енді. Онда да айтпады ғана. Сөйтті да ақырында пайғамбардың сахабасы болдан айырылды. Ең соңында бекерге айдада жатып өлді. Елдің бір еңбегінде жасай алмады. Отбасында жете алмады деген сияқты. Сондықтан ағайындар